Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Нұрбану. Өздеріңізді қалай сезініп жүрсіздер? Бір сағат артқа шегініп жатыр уақытымыз. Өзімнің ойымды айта кетсем, менің әкем теңіз кен орнында жұмыс жасады, мен жақсы білемін. Ол кісі бізге видеозвонок арқылы звондайтын еді. Сағат кешкі 6-ларда. Оларда жарық болып тұрса, ал бізде қап-қараңғы болып кеш батып кететін еді. Білмеймін енді қалай біздің біздің биліктегілер қалайша осындай заң қабылдады, мен мүлдем түсінбей отырмын. Бұрынғы уақытымызды қайттан орнына қойса екен деп үміттеніп отырмын енді. Жалпы достар, мен бүгін шашымды сарыға бояйын деп едім. Сарыға бояғанда шашты күйдірейін деп ойлағанмын ғой. Өйткені мен шашым бәрі ағарып кетті, ерте қартайып кеттім, шаш жағынан қартайып кеттім, шынын айтсам. Маңдайым бәрі ағарып кетті. Көріп тұрған шығарсыздар өздеріңізде, жақсы көрініп тұр, барлығы ағарып кетті. Енді соның бәрін күйдіріп, блонд цветші, блондқа боямақшымын. Бірақ енді салонда қымбат, салонға барып әдейі сұрап көрдім, қанша болатын. Қара цветтен, олардың айтатын мынандай қара цветтен блондқа өту өте қиын дейді. Қара цветтен шығару өте қиын процесс деп айтып жатыр. Шынымен де енді шашымды қанша рет мен қара түске боядым. Енді үйде жасамақшымын, енді көремін, енді ертең боясам ба деп отырмын шашымды. Келесі видеода сіздерге көрсетемін қандай болатын нәтижесін. Бірге жаңағы шашымды күйдіріп көреміз, қалай болатын. Алдымен шашын күйдірген кезде рыжий цветке айналып кеткен етін. Бірақ ол кезде мен қайттан қараға бояп тастадым. Қайтадан енді сары түске боямақшымын. Эксперимент жасап, мысалы. Бір келесі видеода әлбетте сіздерге көрсететін боламын шашымды бояп. Солай достар. Достар, комментарийге қалдырып кетіңіздер. Мысалы, бір жылда шашты 2 рет күйдірген зиян ба, или зиян емес па, енді қалай екен, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер. Енді шашымды 2 рет күйдірейін деп отырмын, бір жылда енді шаштан шаш қалмайтын сияқты. Мен мамамның бір кластасы бар еді, шашын үнемі күйдіріп жүреді, сонда сарыға бояп жүреді. Сыпырғыш сияқты қойған, сыпырғыштар болады, кәдімгі, сондай сияқты шашы. Әбден күйдіргеннен шаш сыпырғыш күйінде болып қалады екен. Енді көреміз енді қандай болатын, бірақ мен аппақ шаштарымды, ақ шаштарымды жасырмақшымын. Мелирование жасату керек па, білмеймін енді. Достар, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздерші, мелирование жасаған дұрыс па, я болмаса сары, түгел сары цветке бояу керек па, сары болғанда блондқа бояған дұрыс па, мысалды. Меніңше мелирование жасаған дұрыс сияқты. Жаңағы неше түрлі қазір шығып жатыр, балаяж, мелирование, сосын қандай енді атын ұмытып тұрмын. Мелированиеге ұқсайтын қазір аттар көп қой, неше түрлі. Әлбетте каналға тіркелуді ұмытпаңыз, және лайк басуды ұмытпаңыз, және де өзіңіздің ой пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Жаңағы шаш туралы, жаңағы сіздің ойыңызды білгім келеді, сағаттың ауысқанына байланысты, бұл дұрыс па, дұрыс емес па, енді сізге ұнады ма бір сағат кеш тұрған, мысалы. Мен жұмыстан өте кеш қайттым, мысалы, қараңғы болып кетті, сағат 6-да бізде қап-қараңғы болып кетті ғой. Автобустағылардың барлығы енді бірге қайтатын кісілердің бәрі үйренбей біртүрлі болып жүрміз. Енді шынын айтсам, бір сағат кеш болғанына. Енді пенсиядағы кісілерге, зейнетте кісілерге енді бәрібір ғой. Жұмыс істейтін адамдарға, оқушыларға, студенттерге, азаннан кешке дейін істейтін біз сияқты офисный жұмысшыларға өте қиын бұндай сағаттың ауыса бергені. Сіз қалай ойлайсыздар, достар? Өз ой пікіріңізді қалдыра кетіңіз, және де қазақ тілді контентті біргелікті қолдайық.